Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте тез дайындалатын, табада пісірілетін мантының рецептін ұсынатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы суды құйып, тұз саламыз. Біраз қасықтай сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырып, електен өтілген ұнымызды саламыз. Қасықпен араластыра отырып, не жұмсақ емес, не қатты емес қамыр илейміз. 15 минутқа, 20 минутқа қойып қоямыз. Оның арасында подливымыз жасаймыз. Біраз қасық сұйық майымызды құйып, қыздырғаннан кейін пиязымызды және де сарымсағымызды қосып, жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін күштен сәбізді өткізіп саламыз. Оның үстіне тәтті бұрыштарымызды қосамыз. Тәтті бұрыш қосуларыңыз, қоспауларыңыз өз зеріктеріңізде. Қоспасаңыздар да болады, егер болмаса. Сосын оның арасында қамырымызды илеп тұрамыз. Қамырымызды 2-3 мәрте илесек, қамырымыз жылтыр, өте әдемі жылтыр болып шығады, жақсы жайылады. Біраз қасық помидор салатын қостым. Сіздер томат қоссаңыздар да болады. Жақсылап қуырып араластырамыз. Сосын үстіне су құямыз. Суды табаның беліне дейін құйып шығамыз. Жаңағы не тола емес, не аз емес, орташа болу керек. Бетін жауып бір қайнағанын күтеміз. Одан кейін дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрышымызды сеуіп, жақсылап араластырып шығамыз. Жай отта қайнатамыз, бетін жаппаймыз. Салмасына фарш, картоп, сәбіз, пияз қосып, барлығын жақсылап араластырдым. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка барлығын араластырып шықтым. Жақсылап барлығын араластырып шығып аламыз. Қамырын дайындаймыз. Қолымызға кішкене ғана сұйық май жағып, қамырымызды бір илеп аламыз. Қамырымыз жылтыр, әдемі болып шықты. Оны екіге бөліп, біріншісін жаямыз. Кәдімгі мантыға жайғандай жайып шығамыз. Қатты жұқа болып кетпеуі қажет. Осындай ыдыспен немесе пияламен, кез келген ыдыспен осылай дөңгелек етіп ойып шығамыз. Үш дөңгелек қамырды осылай тізіп шығып, ортасына салмамызды саламыз. Дәл видеода көрсетілгендей түйеміз. Өте оңай, әдемі шығады. Осылай барлығын түйіп шығамыз. Сосын жаңағы подливаның үстіне мантымызды қойып шығамыз. Арасын жабыстырмаймыз. Ашық болу керек арасы. Бетін жауып, жай отта пісіреміз. Осылай қызарып әдемі болып шығады.
міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді. Достар, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.